Қымбатты достар, бүгін Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектептің 1995 жылғы түлектерінің 30 жылдық сағынышпен кездесу кеші. Бұл кеште жастық шақ, балалық уақыт, сағыныш, қимастық барлығы да осында. Ендеше кешті бірге тамашалайық. Bir ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, қордастар. Bir дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Арман қуған, қиял қуған кезің қайда, құрбы қыздар мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алаулаған сезім қайда, армандастар, қордастар. Bir дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Достар әр тарапқа кеттіңдер ме, әлде биік асулардан өттіңдер ме, әлде игі армандарға жеттіңдер ме, қайдасыңдар құрдастар. Bir дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз бүгінгі кешімізді бастаймыз. Ендеше бүгінгі кешіміздің себепкерлері Созақ ауданы Құмкент ауылы Қаныш Сәтпаев атындағы жалпы орта мектептің 1995 жылғы түлектерін құрмет қошеметпен қарсы алайық. Араладым ауыл бақтарын, іздеп едім бірақ таппадым, кімде мен сақтадым айналайын кластастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым айналайын кластастарым. Ке көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды, мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар қостай сайрап айналайын кластастарым. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар қостай сайрап айналайын кластастарым. Мұғалима оқы деп жүр ғой, бірақ оны түсінбей